Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде тақырып Дара Тұлға Бауыржан Момышұлы. Сабақтың мақсаты әлеуметтік қоғамдық оқу еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог және интервью көркем әдеби шығармадан үзінді автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдау. Дескриптор әлеуметтік қоғамдық оқу еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, интервью, көркем әдеби шығармадан үзінді, автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдайды. Дара тұлға Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры, жазушы, Екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшысы, стратег және тактик, Батыс майдандағы 16-шы армияның 316-шы атқыштар дивизиясы 1073 атқыштар полкінің және батальон командирі. Ұлы Отан соғысына генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизиясының құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қатысты. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа қатысты. Тапсырма. Оқушылар, Бауыржан Момышұлының қанатты сөздерінің мағынасын түсіндіріп жазыңыздар. Берілген қанатты сөздерді оқисыздар. Оқып болғаннан кейін оның мағынасын толықтай ашып жазамыз. Кері байланыс. Бүгінгі сабақтағы жетістіктерім, бүгінгі сабақтағы жіберген қателіктерім. Үйге тапсырма 145 бет 5 тапсырма.